Қайырлы таң. Бүгінгі жұма күнгі тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Кешке жақына 8-ден бастап жауған жаңбыр мен таң сарыға дейін күшті болып құйып сіркіреп тұрып жауды. Жер ананы, табиғатты, тіпті ауасын өзін тап-таза жуып қойған ғой. Иісі, мына жаңбырдан кейінгі иіс керемет, енді адамның бойын бірден сергітіп, жан тыныштығын әкеледі. Жаңбыр енді жерді ғана ылғалдандырып қоймайды, сонымен қатар жаңбырдың суы да адамға пайдалы. Адамның мына терісін жасартып, ылғалдандырады екен. Сонымен қатар жаңбырдың дыбысының өзі адамға терапия, тыныштық әкеледі. Жалпы жермен байланысымыз, табиғатпен байланысымыз жүріп, адамның күш-қуат көздері ашыла бастайды. Біз көбінесе 10-20 этажды үйлерге отырып алып, жүргеннің өзінде көліктермен жүреміз. Бізде табиғатпен байланысымыз үзіліп қалған негізі. Сондықтан да міне таңертең ерте тыныштықта шығып алып жүріп алсаңыздар, осы күні бойы жермен байланысымыз энергия алмасып, көңіл-күйіміз күні бойы сергек, күш-қуатымыз тасып жүреді. Сондықтан да таңертең ерте тұрып жүріңіздер, күш-қуат жинаңыздар, бізге қосылыңыздар.